қағаздарыңызды алып шығамыз. Шықтыңыздар ма? Жақсы. Не бар екен? Жұлдыз және шоқ жұлдыз. Жақсы. Қазір онда осы топпен бөлінеміз. Өзімізбен бірге топпен, қане, жұлдыздар мында отырады. Шоқ жұлдыздар мында келеді. Жұлдыздар анда барады. Кімде жұлдыз? Бар анда топқа. Телефон бәрін ал, кітаптарын бәрін ал. Сендер отырамыз, қаласың, сен анда топқа барасың. Милана, сенде қандай топ? Мұнда келесің, мұнда. Шоқ жұлдыз мұнда келеміз. Мұнда келеміз. Кітапты аламыз. Жақсы. Мұнда. Сенде қандай? Жұлдыз анда топқа барасың. Кітаптарын аламыз. Көшеміз. Кітап қаламдарын қайда? Кітап қайда? Кітаптарды аламыз. Оқуды аламыз. Жақсы. Бұны не? Барлығымыз топқа бөліндік. Шетке қоямыз. Жақсы. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір мен сендерден үй жұмысын сұраймын. Үй жұмысын қатысу үшін тағы да телефондарыңызбен QR-код арқылы өтесіздер. Ал кімде телефон жоқ, яғни бұл QR-код арқылы кіре алмайды, соларға мен дәл сондай тапсырманы қағазда шығарып келдім. Қағазда орындайсыздар. Үйде берілген тапсырманы қағазда орындайды. Көріңдер. Қағаз қайда? Пенал қайда? Қалам қайда? Бұдан өтеміз. Өтіп болғаннан кейін сендер аты жөндеріңізді жазамыз. Аты жөніңізді міндетті түрде жазамыз. Тез, 2 минут. Жақсы. Аты жөніңізді жазамыз. Жақсы. Өте жақын. Жақсы. Кім кіре алды? Қолымызды көтерейік. Кім орындады, кіре алды? Кім орындады, кіре алды? Ссылка бойынша. QR-код бойынша. Кім кіре алды? Қане қолымызды көтереміз. Кто зашел? Кірді. Так. Қаламмен жауаптарды жаз. Маған орында. Тез қараймыз. Егер кім кіре алмаса, қағазды орындап алып. Аты жөнін жаз. Атымызды жазамыз. Тез өтеміз. Жақсы. Сен кірдің ба? Жақсы өтеміз. Жақсы. Тамилия, Сайжан. Жақсы. Так, 1 минут уақыт беремін, қане? Барлығымызда бар қой? Қане? Кім болды? Айтамыз, мен болдым. Тамилия болды. Асанәлі. Отыра. Жақсы. Енді? Так, енді қазір тексереміз. Қане, барлығымыз тексереміз. Кімде қағазбен, қағазбен, карточка бойынша тексереміз. Үй жұмысына, егер барлығы дұрыс болса, өздеріне алдарында тұрған ракета, қане көрсетеміз, ракета. Ракетаға 2 балл қоямыз. Егер 3-тен жоғары болса, 2 балл қоямыз. Егер 3-ке дейін болса, 1 балл. Егер ешқандай дұрыс жауап бере алмасаңыздар, онда әрине қандай 0 балл қоямыз. Жақсы ма? Қосамыз. Қане тексереміз. Так, бірінші сөзге қандай жауап? Аспанда. Аспанда жауап тұр. Жақсы. Қараңғы. Не қараңғы? Түн қараңғы. Жақсы. Дұрыс па сендер? Қосу, плюс қойып отырыңдар. Келесі қара дегеніміз не? Дүрбімен қара. Дұрыс айтасыңдар. Дүрбімен қара. Шашып тастаңыздар. Аспанға шашып тастағандар. Жап-жарық. Не жап-жарық? Жап-жарық. Жақсы. Жағып қойғандай. Егер барлығы дұрыс болса, қане жылжытамыз. 2 балл. 2 балл жылжытамыз. Жақсы. Келесі. Қазір жасанды интеллекттің көмегімен тақырыпты қазір ашамыз. Алдарында адасқан сөздер. Бұл
Біріншіден, бүгінгі тақырып қандай екен? Табай. Құпиясы сөзін тапты жақсы. Қандай сөзі жасырылған? Жұлдызды жақсы. Үшінші. Аспанның, е? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Бірінші, жұлдызды, одан кейін жаңа айттық. Аспанның құпиясы. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұлдызды, аспанның құпиясы. Бүгін сіздермен жұлдызды аспанға не істейміз? Өздеріңіз көріп тұрғандай саяхат жасаймыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау, тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып мәтінде көрсетілген мәселеге өз көзқарастарыңды білдіреміз. Түсінікті ғой? Сонымен не істейміз бүгінгі сабақта? Тақырыпты не істейміз? Тірек сөздер арқылы білеміз. Содан кейін не істейміз? Олар туралы өз ойымызды айтамыз. Жақсы, өте жақсы. Келесі, жақсы. Енді қазір сендерде жасанды интеллект көмегімен жасалған видеоны тыңдаймыз. Оқулықта сендерде де бар. Ашамыз оқулықтарыңды. Алиса туралы мәтінді ашамыз. Қане? Алпысыншы бет, үшінші тапсырма. Далада қараңғы түсіп кетті, қонақта көп отырдық деп анасы әжесімен қоштасты. Мен сендерді күтемін деді де әжесі немересінің бетінен сүйді. Жұлдыздар жап-жарық. Аспанға жұлдыздарды шашып тастаған секілді. Аспанға кішкентай шамдарды жағып қойғандай. Алисаның қолында сүйікті ойыншығы Андрушка клоуны. Алиса қараңғы аспанның түрлі фигураларды көрді. Фигуралар біресе жапыраққа ұқсайды, біресе ақ нүктеге ұқсайды. Ал мынау не? Мама, қарашы, аспанда үлкен ожау тұр деп Алиса қолымен аспанды көрсетіп. Бұл 7 қарақшы шоқ жұлдызы. Ол түнде адамдарға өз үйін табуға көмектеседі. Ғалымдар жұлдыздарды зерттейді. Бұл кішкентай нүктелердің құпиясы көп. Бірақ олар кішкентай ғой. Оларды қалай көреді? Әкеңе айт, сені расатханаға апарсын. Расатханада үлкен дүрбі бар. Ол телескоп деп аталады. Телескоппен жұлдызды көруге болады. Ол жұлдызды үлкен етіп көрсетеді. Жұлдыздар бізден алыста, сондықтан олар кішкентай болып көрінеді. Алиса таңғалады. Қолыңды бер, тез жүр. Әкем күтіп қалды, аяғына қара. Құлап қалма, айнала қап-қараңғы, ештеңе көрмейді. Алиса жағына қарады. Анасы қолын беріп тез жүрді. Жолда анасы жұлдыздар туралы айтты. Жақсы. Бәріміз оқып үлгердік па? Жақсы. Мәтіннің мазмұны түсінікті ма? Қайтадан тыңдайсыңдар ма? Қажет па? Жоқ. Сендерге қайтадан тыңдайсыңдар ма мәтінді? Жоқ. Бәрі түсінікті, е? Жақсы. Олай болса, қазір мен сендерге тақырып бойынша берген жұмыс парағын таратамын. Яғни бұл мәтін бойынша сендерде тапсырмалар бар. Ол үшін бірінші тақырыптан кейін аты жөнімізді жазамыз. Мұнда қанша балл аласыңдар? Қандай тапсырмаларды орындау керек? Бәрін жазамыз. Қане? Жақын отыр. Аты жөнімізді жазамыз. Тез. Атымызды жазамыз. Барлығымыз өз аттарымызды жазамыз. Қалам аламыз. Бәрімізде бар ғой қалам, иә? Жақсы. Өте жақсы. Енді қазір сендер бірінші және мәтінді тыңдадық қой? Тыңдадық. Оқыдық па? Түсіндік қой? Ал енді бірінші ешкім бір-бірлерімен көрсетпей, бірақ жұппен екеулерін ғана. Тәкелен біз Айлин және Настя шөлдерін бірге болған, жақсы ма? Ал сендер жұппен мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды жазады. Не туралы? Қандай тақырыбы қандай? Және қандай ойды жеткізгісі келеді, жақсы ма? Жазамыз қандай жерге. Жұппен жұмыс, жұппен. Милана мен Асана бірге орындауларға болады, бірақ жеке-жеке жазамыз жұмыс парағын, жақсы ма? Бұл тапсырма үшін біз 1 балл аламыз. Мәтін не туралы? Талқылаймыз. Талқылаймыз. Келісеміз.
оқулықты қолдануға болады, жаңағы мәтінді мәтін ашып қолдануға болады. Мәтін бойынша. Жаңа мәтін. Енді қазір қай жыл болды? Алдарында сендерде осындай қоңырауды басамыз. Кім қай жыл болды? Кім жазып болды? Жазамыз. Болдыңдар ғой, бірінші тапсырманы басамыз болды. Жақсы. Қане қалғандарын жиналамыз, тез-тез. Жинап қаламыз. Жақсы. Жақсы. Сейжан болды ма? Бас қоңырауды. Жақсы. Барлығымыз болды. Қазір сол жұмыс парағы бойынша қане кім оқиды? Қане бірінші топта сендерде негізгі тақырып қалай жаз? Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздар әлемі, жақсы. Ал сендер негізгі ойды айтыңдаршы, қандай ой деп ойлайсыңдар? Не туралы болды? Туралы, жұлдыздар әлемі туралы. Сендерде тақырып қандай болды? Телескоп жұлдыздар. Телескоп жұлдыздарды, жақсы. Екеулеріңде бірдей ма? Сенде қандай? Жоқ жұлдыздар. Сенде шоқ жұлдыздар, жақсы. Ал негізгі ойды, Сайжан, не туралы? Жұлдыздар, аспан туралы айтады. Адамға, Алиса, аспан және жұлдыздар туралы айтады. Жақсы. Кім бұл тапсырманы орындады? Өзімізге неше балл қоямыз? Мұнда астында көрсетілген. 1 балл қоямыз, дұрыс. Енді қазір жеке жұмыс. Әрқайсымыз деңгейлік тапсырманы орындаймыз. Түсінікті ғой? Ол үшін алдарында жаңағы мәтін бойынша дұрыс және дұрыс емес ақпараттарды тауып, қосу немесе алу белгілерін қоюға болады. Жақсы ма? Ал енді сөйлемдерді оқимыз. Мұнда бірінші дұрыс және бұрыс ақпараттарды анықтаймыз. Мәтінді ашамыз, мәтінмен танысамыз, мәтіннен іздеп көруге болады. Өйткені кейбір ақпараттар сендерге жаңа болуы мүмкін. Кейбіреуін үстірт естуіміз мүмкін. Екінші парақта 8, екінші парақта тағы да бар. Дұрыс. Тұра берсін қасына. Басамыз. Кім болды? Басып отырамыз. Егер бірінші оқушы болдым деп аяқтаған басса, қалғандарымыз не істеу керек? Жылдамдату керек, тез істеу керек. Дұрыс айтасың. Басамыз. Қазір күте тұрамыз кішкене. Оны да істеу керек. Болдың ба, Настя? Басамыз қоңырауды. Қос қоңырауды. Жақсы. Олай болса, алдарында бірінші кесте бойынша ақпараттың дұрыс немесе бұрысын тексереміз. Ол үшін қалай тексереміз? Ештеңе әзірше жазбаймыз. Көршіңмен жұмыс дәптерін алмастырамыз. Яғни, Милананың жұмыс дәптерін мен Асаналиге беремін. Асаналиның жұмыс дәптерін Милана тексереді. Қане, бұл белгілер бойынша дұрыс па? Қане, барлығыңыз бірінші 4 жауап дұрыс па? Мамет әкел сені тексереді, сенің жұбының. Әкел, мен сені тексереді. Қане? Жақсы, бірінші бәріміз тексердік па? Бердік па? Қоңырау басамыз тексерсек. Мен біліп отырғандай. Тексер. Бір қате, жақсы. Басамыз қоңырауды кім болды? Енді келесі. Екіншісін көрейік, қане дұрыс қате. Екінші. Алисаның анасы қонақта болды. Бұл ақпарат қалай екен? Дұрыс екен, Әбеті дұрыс емес. Келесі, Алиса қараңғы аспанда түрлі фигураларды көрді. Ондай ақпарат мәтінде болды, дұрыс. Археолог жұлдыздарды зерттеді. Жоқ. Кім зерттеді жұлдыздарды? Археолог
астрологтар зерттейді. Жоқ. Жұлдыз. Астроном немесе жұлдызшы, дұрыс айтасың. Ал жұлдыздан бізде алыс болғанда олар үлкен болып көрінеді деп тұр. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Олар қандай? Кішкентай болып көрінеді. Так. Жақсы. Егер сендерде 6 жауаптан жоғары болса, естілер. 6 жауап. Онда 1 балл қоямыз. Қане. Ракетаны аламыз, 1 балл жоғары қарай ұшамыз. Жақсы, 1 балл қосамыз. Өте жақсы. Енді келесі тапсырма, екінші деңгейлік тапсырманы орындаймыз. Бұнда алдарында берілген сөздерді мәтін бойынша және керекті сөздерді қойып жазамыз. Керекті сөздер астында көрсетілген. Әрқайсысын жеке орындаймыз. Қане, бұл тапсырмаға 3 минут берсе меніңше жеткілікті. Сөздердің барлығы танымыз, сондықтан да астындағы керекті сөздерді дұрыс қойып жазайық. Болды қоңырауды міндетті түрде басамыз. Өйткені мен барлықтарымды қадағалай алмаймын. Сондықтан да қоңырауды басамыз. Дұрыс. Дауыс өзе. Жақсы. Жақсы. Так. Жақсы. Нөмірлеңіздерші сөздерді промонируйте. Сосын 1, 2, 3 деп қоюға да болады егер сендер үлгере алмай жатсаңдар. Жақсы ма? Дұрыс. Егер бірдеңе түсініксіз болып жатса, қолымызды көтеріп сұрақ қоюға болады. Иә? Түсінік. Жақсы. Нерес болды. Жақсы, болды. Аяқтаймыз. Қазір бұл деңгейлік тапсырма болғандықтан әр деңгейде, яғни бұл тапсырманы орындай алатындар бар, не орындай алмайтындар бар. Сондықтан да, егер аяғына дейін орындай, ортасына дейін орындай үлгерсеңдер, онда міндетті түрде не істеу керек? Қобалжудың қажеті жоқ. Өйткені бұл 1 балл беріледі. Отырамыз. Қазір сендер бірінші сөзге, қайтер айтып ғой? Қараңғы дейді. Дұрыс па? Барлығында солай ма? Тағы да кешіріңіздер. Жұппен ауысамыз бір-бірімізге. Тексереміз. Тез. Бір-бірлерімізді тексереміз. Ауыстырдық, иә? Тез. Жақсы. Екінші сөйлем. Кім айтады? Аспанда жұлдыздар жап-жарық. Қане тексерейік. Дұрыс, жап-жарық. Если дұрыс болса, не істейміз? Осы қойып отырамыз. Келесі. Аспанға жұлдыздарды секілді. Қандай сөз лайықты бұған? Шашып тастаған. Дұрыс, шашып тастаған секілді екен. Шашып тастаған, иә, дұрыс секілді. Өте жақсы. Келесі кім? Келесі сөйлемді қазір көрейік. Қазір бірінші. Аспанға кішкентай шамдарды айлейін жағып қойғандар. Так, аса
Сенелла жауап беремін келесіне. Алиса қараңғы түрлі фигуралар. Аспанда туралы фигуралы түрді. Алиса қараңғы аспаннан, е? Дұрыс па? Қараңғы түрлі фигуралар қойған. Жақсы, келесі. Фигуралар бересе жапыраққа ұқсайды, бересе Нүктеге ұқсайды. Жақсы. Қане, барлығында солай болды ма? Иә. Егер біреуде 4 или 5 жауап болса, 1 балл қоямыз. 5, 4, 5, 6 яғни 4 дұрыс болса 1 балл қоямыз. Одан төмен болса өкінішке орай 0 балл қоямыз. Жақсы ма? Жақсы. Енді ары қарай жалғастырамыз. Енді ең күрделі бізде деңгейлік тапсырмамыздың, яғни ОПС формуласы бойынша, мәтін бойынша алдыңғы сабақта өткен материалдар бойынша жұлдыз аспан құпиялары өздерінің ойларын жазасың. Түсінікті ма? Өздерінің ойларын. Қане, қағаздарыңды алдыңдар ма? Ауыстырып көрді? Жақсы. Өздерінің ойларын жазасың. Не жазамыз? Бүгінгі мәтінді қолдануға болады. Немесе алдында өткен шоқ жұлдыздар туралы жазу, планеталар, галактика, күн, ай, кез келген ақпаратқа өздерінің пікірлерін жазасың. Түсінікті ғой? Жақсы, бастаймыз. Жақсы. Коля, сен жақсы біліп бересің ба? Сен әлі екінші деңгейде орындай ғой, жақсы. Сен неге жазған жоқсың жауаптарды? Жас орында екінші деңгей. Тәгер мен Коля әлі екінші деңгейде орындайды. Өйткені олар үшінші деңгей өте күрделі. Бірақ бірінші деңгейде өте жақсы орындап шықты. Өзіміздің білетін сөздерді ғана жазыңдар. Жақсы ма? Қарапайым тілде, нақты фактілер бойынша. Ешқандай кітаптан да көшірудің қажеті жоқ. Білеміз ғой өзіміз, қандай сөздерді білеміз, сонда ғана жазыңдар. Болды. Мен сендерден сондай керемет шығарма жазыңдар деп отырған жоқ. Негізгі ақпаратты маған жеткізсеңдер жеткілікті. Кім болды? Міндетті түрде қоңырауды басамыз. Міндетті түрде басамыз. Өте жақсы. Біреу болдық. Әмейіз болды. Түсіндіремін, я могу объяснить. Сен мұнда аспан әлемі өте құпиялы деп жазыпсың. Оны сен қалай түсіндіресің? Неге ол құпиялы сен үшін? Кімде сұрақ болды? Алып көріңіз. Я әрине. Сосын салқын соңғы алып кетесіздер, жақсы ма? Әзірше жақсы сайыз жан болды. Қорытынды ол шешім, итог, заключение. Қандай болады? Аспан қандай? Соны жазасақ, аспан қандай анда? Қандай ақпарат бересің? Қандай болады? Қатырақ. Әдемі, дұрыс соны жаз, әдемі жаз. Кім болды? Болды ма? Басамыз. Басамыз, ұмытпаймын. Жақсы. Болды ма? Басты, е? Басты, е? Жақсы. Жақсы, болды.
бойынша бұл жазғандарыңды қазір қорғайсыңдар, яғни оқисыңдар. Осының ішінен біз ең үздік деген жұмыстарды айтамыз. Ол бірнеше болуы мүмкін. Ол біреу ғана емес, бірнеше. Өйткені барлығымыздың ойымыз әртүрлі. Бірақ ойды дұрыс жеткізген оқушылар, яғни жеңімпаздар 2 балл қояды, қалғандарын жазғандарымыз 1 балл қояды. Жақсы ма? Яғни қазір так, олай болса, қане, кім оқиды бізге? Саяжан оқиды. Қане, орнымыздан тұрамыз. Менің ойымша, аспан әлемі сиқырлы. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Аспан әлемі өзі-өзінен толық зерттеледі. Онда көп құпиялар бар. Ол сиқырлы. Оны менің факторлармен, мысалдармен дәлелдей аламын. Көп аңыз жыр аспан әлемі туралы жазылған. Осыған байланысты мен мұндай қорытынды шешімге келдім. Аспан әлемі сиқырлы әлем. Жарайсың, керемет. Меніңше өте жақсы жазамын. Тамирис, тыңдап көрейік. Орнымыздан тұрамыз, Тамирис. Менің ойымша хавишқаға. Себебі мен оны бывает түсіндірмен өте көп құпиясы бар. Оны мен мына фильммен мысалдармен дәлелдей аламын. Хавиш шексіз және көп қорыты бар. Осыны байланысты мен сонда қорытынды шешімге келдім. Хавишқаға және Жақсы, е? Иманымыз, жақсы қайын. Менің ойымша аспан денелі. Себебі мен оны былай 88 шоу жұлдызы бар. 88 шоу жұлдыз бар, жақсы. Мына фактор мысалдармен дәлелдеп, қандай фактордармен? 88 шоу жұлдыз бар екен. Айды. Жақсы. Шешімге келдім. Қандай қорқынышты шешім келдім? Аспан әдемі. Өте жақсы. Так, мына топтан. Кім оқиды? Менің ойымша құпиясы көп. Себебі мен оны былай түсіндірген темір қазан, өткен, жүзді таразы босаған. Оны мен мына фактілеріне дәлелдей аламын. 88 шоқ жұлдыз бар. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыда шешімге келдім. Ұлттық расатханалар академиялық орталықтарда зерттеу керек деген шешімге. Өте жақсы. Келесі, Алина, оқисың ба? Да, оқи ғой. Менің ойымша аспан үлкен. Орнымыздан тұрайықшы. Менің ойымша аспан үлкен және құпиясы. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Аспан үлкен себебі онда көп жұлдыздар және шоқ жұлдыздар. Оны мен мына фактілерімен мысалдармен дәлелдей аламын. Құпиясы себебі онда көп құпия бар. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды Шешімге келдім. Жақсы. аспан үлкен және құпиясы. Құпия қалай аударған? Құпия секрет. Қалай аударған құпия? Тайны. Тайны секрет. Жақсы, өте жақсы. Так, сонымен қазір кім маған оқыды? Меніңше өте жақсы жазды. Келісеміз ғой? Барлығымыздан да 2 балл қойды. Кімде ақпаратты оқыды 2 балл қойды. Қане, жақсы бел қоямыз. 2 балл. Сен де аса нәрсемізді оқыған жоқсың. Жақсы. 2 балл қойды өзіне. Жазыпсың? Жақсы. Тагир ештеңе қоймайды өзіне. И Коля әлі 2-ші деңгейді аяқтап жатыр. Жақсы. Сен 1 балл қоясың. 2-ші деңгейді. Жақсы. Қазір орнымыздан тұрамыз. Қане барлығымыз. Орнымыздан тұрамыз. Қане қайталайық. Аяқ.
телефондарыңыз болады шетке. Осы оны кішкене ашылады. Сендерге мен қазір екі плакат беремін. Ортаны ашайын. Алдарында фломастерлерді көрдіңдер ғой, иә? Балалар, қараңыз, бізде жасанды интеллектте балалар түнгі аспан қандай деген сұрақ қой. Бұл сұраққа жауап беру керекпіз. Ол үшін кластер әдісі бойынша сендер не істейсіңдер? Алған ақпараттарды жинақтап түсіреміз. Ол үшін сендер осыны дайын суретте бір көркем тақырыптар бойынша жоқ жұлдыздар, жеті қарақшы, үрпек, бүкіл керекті материалдар алғанда сендер барлығын қолдануларына болады, мүлдем қолданбауларына болады, өз еріктері. Так, барлығымыз келеміз, жинақтап көмектесеміз. Таке сен өте жақсы көре саласың мұнда. Түнгі аспан деп жатыр. Әдемі ғой, жақсы. Өздерінің керек суреттері қандай балалар? Мұнда клей бар, желім бар. Мұнда клей, желім бар. Мұнда желім бар. Міне, қолданамыз тез-тез. Жақсы. Тек қана жабыстырмаймыз, сонымен қоса ақпаратты біз не істеу керекпіз? Айту керекпіз, иә?
шығамыз. Кім шығады ортаға? Кім шығады? Шығамыз, бәріміз шығамыз, кел. Милана, шығамыз, келеміз. Барлығымыз бір сөйлем болсын айтайық. Так, поехали. Мен ұстап тұрайын ба? Келіңдер, ұстаңдар плакаттарыңды. Таппаңдар, ұялмаңдар. Қане, мына жақта. Жақсы? Бір адам сізді іште тегіз алайын. Кім айтады? Қатты дауыс тұрайын. Дауыстарын шығармайыңдаршы. Не бұл? Түнгі аспан қандай? Ал басайыз. Ұлтты, жақсы. Телескоппен не істеуге болады? Көруге болады, жақсы. Келесі? Үркер, жұлдызы, жақсы. Жоқ жұлдыздар. Әнде сөйлемейін алайын. Аспан әлемі сонымен қандай екен? Жауап берейін. Қандай екен? Қандай? Шексіз, үлкен, әдемі. Жақсы отырамыз. Екінші топ. Өте жақсы. Өздеріне плакат кім құрастырды? Мен сендерге. Екінші топ. Тыңдағаннан кейін айтамын. Қанша балаларына салыстырмалы. Жақсы. Кім сөйлейді? Нет, әзірше айтпаймын. Қазір тыңдаймын. Бәріміз тыңдаймыз, салыстырамыз. Милана. Тез. Кім айтады? Иван, кім айтады? Жақсы. Қаттырақ сөйлеші. Мынау жеті қарақшы, ал мына жерде қыз жолы. Бұл біздің галактикасы. Расатханадан және аспан әлемі көруге болады. өте жақсы. Қосатын бар ма? Сонымен түнгі аспан қандай? Түнгі аспан миллиардтай туралы. 200 миллиардта жұлдыз бар. Жұлдыз бар. Жақсы. Тағы да бар ма? Аспанда жоқ жұлдыздар бар, өте көп. Өте көп жоқ жұлдыздар бар. Жақсы. Меніңше өте жақсы. Жақсы. Сонымен отырамыз орындарыңызға. Бірінші топ өздеріңе 2 балл қосамыз. Ал екінші топ сендер 3 балл қосасыз. Енді қазір бағалау парақтарында мұнда бос орын көрсетілген. Мұнда өздерінің аттарыңды комиссияларыңыз сыйса фломастермен жазыңдар. Бағалаймыз. И мұнда өздерінің аттарын фамилиямды жазамыз. Жақсы ғой. Енді үй жұмысы. Үй жұмысына біз үй жұмысы бізде 9-шы тапсырма 61-ші беттегі 9-шы тапсырманы орындаймыз. Сыныпты мен күнделікке жазамын, күнделіктен барлықтарымыз көреміз. Енді қазір бүгінгі сабақтан алған әсерімізге байланысты кері байланысқа шығамыз. Қалай шығамыз? Қазір бір бірге жақындаймыз. Сабақ егер сендерге түсінбеген болсаңдар, онда бұл кемені басамыз, ғарыш кемесі. Егер барлығы түсінікті болса, жақсы болса, онда екінші ғарыш кемені басамыз. Егер сұрақтарың болса, маған деген сұрақтар, или сабаққа деген, онда үшінші ғарыш басамыз. Қане, бірінші топ шығамыз, қане, бір-біріне шығамыз, басамыз. Қайсың? Қане, тез шығамыз, ұялмаңдар. Саған түсінбедім. Түсінді бердің ба? Түсінікті, екінші. Жақсы. Кесес тәмежіз. Қайсы? Түсінікті, сұрағым бар. Түсінбедім. Непонятно, да? Саған түсініксіз болды. Түсінікті бұл или түсінікті? Понятно было или непонятно? Значит, бұл түсінікті. Түсінбедім, ол непонятно. Жақсы, отырамыз. Келесі. Жақсы.